Баршаңызға қайырлы күн достар, Ханшайым каналына қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге қиярдан кәріс салатының рецептісімен бөлісемін. Қиярдан кәріс салатын жасау үшін қажетті заттар: 1 дана сәбіз, 510 грамм қияр, пияз, өсімдік майы, алма сірке суы, соя тұздығы, дәмдеуіштерге паприка, 2 түйір сарымсақ және де тұзды қолданамын. Алдымен қиярды ұзыншалап турап аламыз. Ұзыншалап турап болғаннан кейін таза ыдысқа саламыз. Одан соң сәбізді үткіштен өткіземіз. Үткіштен өткізілген сәбізді үстіне саламыз. Пияздарды осылайша етіп ұзыншалап кесіп аламыз. Пиязды сәбіздің үстіне саламыз. 2 ас қасық соя тұздығын құямыз. Одан соң ұсақталып туралған сарымсақты саламыз. 1 ас қасық алма сіріңкесін құямыз. Алдын ала тұздық дайындап аламыз. 2 ас қасық өсімдік майын қызып тұрған табаға құямыз. 1 ас қасық паприка салып, қыздырып аламыз. Ендігі кезекте араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін тоңазытқышқа 2 сағатқа салып қоямын. Тоңазытқыштан салатты алып шыққаннан кейін үстіне 1 шөкім тұзды салып араластырамын. Достар, қиярдан кәріс салаты дайын болды, өте дәмді шықты. Бұл салатты жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Егерде видео ұнаса лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Бүгінге осы, келесі кездескенше сау болыңыздар. Сіздің жаңа видеоларды жіберіп алмас үшін міндетті түрде подписация мәзірін басып, каналға жазылып кетіңіздер. Мына тұрған қоңырауша белгісін бассаңыздар, біздің видеоларды ең бірінші болып көресіздер. Бүгінгі осы, келесі кездескенше сау болыңыздар.